Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақты бастамас бұрын тақтаға көңіл бөлейікші. Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңдер. Сабаққа деген көңіл күйлерің қалай? Қане, бір шаңырақ астындағы ауызбіршіліктеріңді білгім келеді. Ал онда, тақтада біз кімді көрдік? Жол сақшысы. Жол сақшысына бір шаңырақ астында қандай екенімізді көрсетейікші. Бір шаңырақ астында қандаймыз? Бір шаңырақ астында тату-тәтті тұрамыз. Бірге оқимыз сабақты, бірге сайран тұрамыз. Ортақ болып ісіміз, еңбектесе тынбаймыз. Кіші сыйлап үлкенді, абайдан тыңдаймыз. Ой, тамаша, керемет, рахмет. Жарайсыңдар, керемет, тамаша бүгінгі сабақтарына сәттілік. Ал онда жол сақшысы бізге сәттілік тілеп отыр. Сабағымызды арман қарай жүргізейік. Бүгінгі келесі орындайтын біздің тапсырысты алайықшы. Мен сіздерге ыстық қорап ойынын әзірледім. Ыстық қорап ойыны бойынша қазір тақтадан кімнің аты шығады, сол оқушы сұраққа жауап береді. Бірақ ішінде тосын сый бар. Сол тосын сый тегін баға бізде. Сондықтан тосын сыйға ұмтылайық. Ал кет. Нұр жігіт. Келе ғой. Жарайсың күнделікті әдемі. О, бар бірден тосын сый. Жарайсың күнделігіңді алып кел деп отыр. Ал өзіңе күнделігіңді дайындап отыра бер қазір. Бағанды жақсы, өте жақсы деген бағаны аламыз. Алдияр, ой, бүгін Алдияр ауырып қалды, е? Келесі кім екен? Жансерік. Ал Жансерік. Көптік жалғау дегеніміз не? Жалғаулардың аты. Көптік жалғау ол бір нәрсенің көптігін білдіреді. Бір заттың көптігін білдіреді. Жалғаулар лар-лер, дар-тер, тар-тер. Дұрыс па? Дұрыс, тамаша. Керемет. Келесі кім екен? Ыстық қорапшада сұрақтарын нұр жігітті өткізейге, келесі адамға жол берейік. Рахатжан. О, бізде бүгін рахат та ауырып қалған. Көпе. Келе қояқ көпе. Көпе. Иә. Жіптік жалғауы дегеніміз не? Жіптік жалғауы дегеніміз не? Жіптік жалғауы дегеніміз адамға қатысты, яғни туыс мамандығы және туыстық қатынас. Не істейді? Жіктеледі. Дұрыс. Жіктелгенде баяндауыш қызметін атқарады. Үшінші жақта арнайы жалғауы жоқ. Арнайы жалғауы жоқ. Дұрыс па? Иә. Дұрыс, тамаша, керемет, бірақ кішкене ақылдап обал шықты. Айым. Қазақ тілінде қосымшаның Екі түрі бар: жалғау және жұрнақ. Жалғау сөзбен сөзді байланыстырады. Жұрнақ сөзбен сөзді тудырады. сөзден сөз тудырады, иә? Сөзбен сөз тудырмайды, сөзден сөз тудырады, жұрнақ дегеніміз. Сөзден жаңа сөз туындайды деген сөз. Жақсы, отыр. Ал келесі
Дауыстап оқимыз, балдар қараймыз. Септік жалғауын ата. Септік жалғауын ата. Атау күніне, әлі күннің ені, барыз күнде неге қайда, табыз күнді нені, жарты күнге неге қайда, Шығыс. күнмен неден қайдан, көмектес күнмен неден қалай. Дұрыс па? Иә. Дұрыс, жарайсың. Кішкене қолға шықты, соны. Айна жоқ. Соңына дейін апардық айзеледім, жалғыз ғой соңында. Келе қой айзелеп. Бұл жағында қабызы. Тәуелдік жалғауын ата. Тәуелдік жалғау дегені бір зат, екінші бір затқа кісіге тәуелді екен білдіретін жалғауды тәуелдік жалғау деп атаймыз. Олардың жалғаулары бірінші жақ екінші жақ сын, мәдениетті түрде үшінші жақта Спай түрінде. Сіздің кітабыңыз, иә. Ініз. Үшінші жақта бірінші жақта Енді жарайды, жақсы. Жіктік жалғауы мен көптік тәуелдік жалғауында айырмашылық бар ма? айырмашылық бар. Бізде жіктік жалғауында үшінші жақта арнайы жалғау жоқ. Ал тәуелдік жалғауында арнайы жалғау бар. Және де жіктік жалғауы. Жеке жіктенсе, бұнда тәуелді бір адамға немесе бір затқа тәуелді болады, иә. Менің кітабым, сенің кітабың. Жарайды, жақсы болып жүр. Ал онда өткен сабақты біз қайталап пысықтап алдық. Өткен сабақты еске түсірдік, иә. Біз өткен сабақта жалғаулар түрлерін өткенбіз, жалғаудың түрлерін өткенбіз. Ал онда келесі сіздерге мен бір сұрақ қойғым келіп отыр. Жұмбақ шешсек. Сол жұмбақтың шешуін тапсақ, біз жаңа сабақтың тақырыбына көше алады екенбіз. Ал онда тақтаға қарай. Өзі сөйлей білмейді. Бірақ тоқта жүр дейді. Ол не екен? Иә. Алихан, ол не екен? Бағдаршам дейді. Дұрыс па? Иә. Ал онда дұрыстығын тексеріп көрейік. Дұрыс па екен? Иә. Дұрыс екен. Онда кітап-дәптерімізді ашайық. Бүгінгі күнді жазамыз. Тақырып бізде бағдаршам. Бойымызды тіке ұстаймыз, түзу отырамыз. Иықты. Жазып болсақ, қаламымызды қойып бері қарайық. Бүгінгі сабақ бізде тақырыбымыз бағдаршам. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты біздің мәтін мазмұнын түсінуге, нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру. Және де сын есімдердің шырай түрлерінің көркемдік ерекшелігін тану, сын есімді зат есімнің орнына қолдана білу. Бүгін біз осы мақсатта жұмыс жасаймыз. Және де сіздерде бізде бағалау критерий бойынша біздің барлығымыздың алдымызда бағдаршам бағалауы тұр. Әр сұраққа жауап берген уақытта бағдаршамнан 3 балдан 3 балға, одан кейін бір балдан қосып көтеріп отырамыз. Әр жауап берген сұрақтарымызға. Жаңа біз өткенді пысықтау ретінде сұрақтарға жауап берген оқушылар, өте жақсы деген жауап берген оқушылар,
бір балл қосып отырайық. Ал шамалы егер де толық жауап бере алмай қалдық десек, ол кезде келесі жауап берген сұрағыңызда бір балға көтереміз. Түсінікті ғой? Ал онда бағалау критерийін түсінсек, бері ары қарай жұмысымызды жалғастырайық. Тақтаға қарай бізде тақтадағы бейнебаянға көңіл бөлейік. Бағдаршам жарық пен генді беру арқылы көшедегі автокөлік жолы мен темір жолдағы көлік қозғалысына реттеуге арналған құрылғы. Ол белгі беру тәсілдеріне қарай түрлі түсті бағдаршам, позициялық бағдаршам және құрама бағдаршам болып ажыратылады. Алғашқы бағдаршам типтес құрылғы 1868 жылы 10 желтоқсанда Лондондағы Британ парламенті жанында орнатылды. Оны ойлап тапқан өнертапқыш Найт атты азамат еді. Үш түсті электрлік бағдаршам 1918 жылы Нью-Йоркте, 1930 жылы Мәскеуде орнатылған. Темір жолдағы бағдаршам қызметі 20 ғасырдың басынан бастап қолданысқа енді. Бағдаршам белгі санына қарай 1-5 секциялы болады. Оның автоматты түрде немесе қолмен қосылатын түрлері бар. Алайда дүние жүзі бойынша көлік қозғалысын реттейтін алғашқы бағдаршам ақш-тың Огайо штатында 5 тамызда орнатылған еді. Қазіргі таңда елімізде дыбысты бағдаршамдар да жұмыс істеп тұр. Олар зағип жандар үшін өте қолайлы. Өйткені арнайы дыбыс жаяу жүргінші жолын анықтауға мүмкіндік береді. Бағдаршамдардың әсіресе жаяу жүргіншілер мен балалар және қарт кісілер үшін пайдасы өте зор. Олар қолайлы әрі қауіпсіз. Бағдаршамның тарихы жайында қысқаша мәлімет осындай. Жолда жүргенде абай болыңыз. Ал жақсы, жолда жүргенде абай болайық. Ал біз қандай бейнебаян көрдік? Бағдаршам тарихы туралы. Бағдаршам жайында екен, бағдаршам қай жылы пайда болған екен, Айзере? 1868 жылы пайда болған. Иә. Ол қай елде пайда болыпты бірінші, Нұриман? Лондонда. Лондонда пайда болыпты. Қазіргі таңда қандай бағдаршамның түрлері бар екен? Нұржігіт? Қазіргі таңда бағдаршамның дыбыстық бағдаршам бар және позициялық бағдаршам бар. Автоматты түрде қосылатын бағдаршам бар екен. Жақсы. Ал енді дыбыс шығаратын бағдаршамның пайдасы не? Иә, Жансет? Сағип жандар дыбысын естіп бағдаршам бар екеніне біледі, иә. Дыбысын есту арқылы зағип жандар бағдаршамның орналасқан жерін таба алады екен. Өте тамаша. Біз бағдаршамның пайда болу жайында кішкене мәлімет тыңдадық. Ал онда балалар, бізде кітапта оқулы мәтіні берілген. Оқулы мәтін қол жүргізе отырып, саусағымызбен мәтінді іштей оқып алайық. Мәтінмен танысайық. Содан кейін сұрақтарға жауап берсек. Ал онда балалар оқып болса, сұраққа жауап берейікші. Осы біздер оқыдыңыздар қазір, таныстыңыздар. Бағдаршамның тілі мен адамның сөйлеу тілінің арасында ұқсастық бар ма? Иә, ма? Бағдаршам түспен жеткізсе, ал адамдар сөйлеу арқылы жеткізеді. Адамдар сөйлеу тілі арқылы жеткізеді, бағдаршам не арқылы жеткізеді? Дұрыс, иә. Түстер арқылы бізге жеткізіп отырады екен. Және де қазіргі таңда дыбыстық бағдаршамдарда бар екен. Ал онда ол келесі тағы қандай түстерді білесіздер? Бағдаршам түсінің мәні қандай? Қызыл түс нені білдіреді? Тоқта, сары түс дайындал, жазғы жүр. Міне осы түстер секілді қандай түстердің мағынасы бар? Кім біледі? Иә, Жаншуақ? Айынжу? Қызыл түсі. Қазақта сөз бар екен, қыздың көзі қызылда деген. Жарайды ау? Ұлдардың түсі көк болса, ал қыздардың түсі розы болады. Қызыл сары. Ал
Ондай сөздер айтпаймыз, мен кеше айттым ғой. Балалар, осы бағдаршамның үш түсі бар, түсі бар екенін білдік, олардың қызметін білдік. Ал енді осы түстерге қандай сұрақтар қойылады? Кәнекей кім жауап береді? Ал Інжу жауап бере қойшы. Бізде бағдаршамға қандай тестейтін сұрақтар қойылады? Қандай және қай деген сұрақтар қойылады екен. Жақсы. Ал онда сол қандай қай деген сұрақтар қай сөз табына жатады? Иә, Жансек? Қандай қай сұрағы ол сын есім сөз табына жатады. Сөз табына жатады екен. Жарайсың. Ал онда бүгінгі біздің сабағымыз, біздің бүгінгі айтатын ережеміз. Онда балалар, тақтаға қарайық, бүгінгі біздің ережеміз сын есім сөз табы. Сын есім дегеніміз не? Сын есім дегеніміз бір заттың сынын, сапасын, дәмін, аумағын, көлемін, түсін білдіретін, қай деген сұрақтарға жауап беретін сөз табын біз сын есім дейміз. Сын есімдер тұлғасына қарай негізгі және туынды сын есім болып бөлінеді. Негізгі сын есім дегеніміз түбір сын есімдер. Тек қана түбірден ғана тұрады. Олар мысалы сары, таза, тәтті. Ал енді туынды сын есім дегеніміз ол жұрнақ, жалғану арқылы жасалынған сын есімдер. Олар көшпелі, оқымысты деген туынды сын есімдерден тұрады. Оларға да қай деген сұрақтарға жауап береді. Орындаймыз. Мәтін берілген сіздерге. Мәтіннің ішінен негізгі және туынды сын есімдерді теріп тауып жазамыз. Ал онда балалар жазып болсақ, жүктарыңызбен дәптерлеріңізді алмасып, жүктарыңыз алдарыңызға дұрыс жазылған нұсқасы берілген, сонымен тексеріп шығайық. Кәні дәптер алмасайық, жүктарыңыз көрсін. Дұрыс ұстадым. Негізгі және туынды сын есімдерді және де бағалау шкаласы бойынша дұрыс астына дұрыс жауабының жазып кетеміз. Қанша дұрыс екен, соған қарай қазір балын қою керек. Ал онда балалар, біз біраз сұраққа жауап бердік, тапсырмалар орындадық. Енді кішкене ритмикалық жаттығу жасап, демалып алайық. Бағдаршам деп аталады. Бағдаршам жол қозғалысының ең басты белгісі. Ол жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерге жолда қалай жүру керектігін көрсетеді. Бағдаршамның қызыл, сары, жасыл түстері бәрімізге таныс. Бірақ олардың әрқайсысы қандай мағына білдіретінін және жолда жүру мәдениеті қаншалықты маңызды екенін бірге талқылаймыз.
Олай болса, барлығымыз сабаққа белсенді қатысып, өз ойымызды ортаға салып, пайдалы мәліметтер алайық. Ал онда балалар, алдымызда барлығыңызға үлестірмелі қағаздар берілген. Бірінші топ қызыл түс. Жолда жүру ережесіне байланысты жаяу жүргіншілерге тыйым салынатын заңдылықтар жаяу жүретіндерге. Екінші топ сары түс болсын, сары түс. Сіздер жаяу жүргіншілердің жолда жүру заңдылықтары. Ал үшінші топ жасыл түс бағдаршамның пайдасы жайында. Ал онда алдарыңызға берілген қағаз, үлестірмелі қағаздар бар барлығымызда. Сол бойынша кәдімгі жұмысымызды бастайық, іске сәт. Iya, күн сәулесі қылып жасап жатсыңдар ма? Өте тамаша. Сен ше, Нұрислам, көмектеспейсің бе? Иә. Не қылсың? Стрелкаларын дұрыстап. Иә. Егер болған топ болса, шапалағы ұру арқылы белгі береміз болғанымыз жайында. Кәдімгі қай топ болып қалды? Бірдей бітті топтар. Ал ондай қорғау үшін әр топтан бір оқушы, екі оқушымен келсін. Кәдімгі кім қорғайды? Кім қорғайды? Ал онда тыңдайық. Топтың ең басты қағидасы ол бір-бірімізді тыңдау. Қазір бір-бірлеріңізді бағалайсыздар топтар. Сондықтан да бір-бірімізді тыңдай білейік. Ал бастадық. Біздің негізгі тапсырмамыз жолда жүру ережесіне байланысты жаяу жүргіншілерге тыйым салынатын заңдылықтарды топтастыру. Біріншіде біздер жолдан жүгіріп өтуге болмайды, көлік кеп қалуы мүмкін. Жолдан өтерде өте мұқият болуымыз керек. Жолдарда доп ойнауға, шанамен сырғанап ойнауға болмайды. Жол қиылысында аса абай болуымыз керек. Велосипедтен түсіп жаяу өту керек. Бағдаршам жоқ жерде келе жатқан көліктің алдынан жүгіріп шығуға болмайды. Өте тамаша, керемет. Келесі. Біздің топ жаяу жүргіншілердің жолда жүру заңдылықтарын топтастырады. Бағдаршамның қызыл көзі жанғанда көліктер тоқтайды, ал адамдар жаяу жүрушілер ақ жолақтармен өтеді. Ең бастысы көшені келіп өтер кезде мұқият болу керек. Адамдар жолдан бағдаршамға қарап өтеді. Бағдаршам жоқ болсам, жолдың тәртібін реттеп тұратын жол сақшысына бағыну керек. Өте жақсы. Мұқият тыңдаймыз, қазір бағалаймыз. Біздің топ бағдаршамның пайдасын түсіндіреді. Бағдаршам көлікпен жүруге де өте қолайлы, адам өміріне орасан зор. Бағдаршам қозғалысын реттеуші құрал. Бағдаршам жаяу жүргіншілерді жол апатынан сақтайды. Біз де көшеде жүрген кезде өз қауіпсіздігімізді сақтауымыз керек. Бағдаршам бізге жол ережелерін, жол қиылыстарынан өтуге
көмек Kolay da береді. iya. Сол үшін жол ережелерін сақтауымыз қажет. Өте жақсы, тамаша. Ал онда отыра қойыңыздар. Мына жерге жұмыстарыңызды келіп ыстық берсек, әр топ өзінің жұмысы. Бағдаршамның Пайдасы. жақсы. Ал онда бірінші топ бізге қызыл түс бастады, е? Сондықтан да жасыл түске жол берейік. Қалай бағалайсыздар? Кәмпин. Жақсы. Қалай бағалаймыз? Еріктілер бір пікір айтайық та. Болмаса қалай бағалаймыз? Нұржігіт алып сөйлей ғой. Олар сөздерін жақсы естіді. Дауысы керемет. Содан кейін Сөздерін қандай? Нақты. қиын, тиым салынған заңдылықтар дұрыс айта білді ма? Иә. Дұрыс айта білді. Қалай бағалайсыздар? Жақсы. Өте жақсы. Жарайды. Ал қызыл түс, сары түсті бағалайықшы кәнекей. Екінші топты қалай бағалайсыздар? Алайзек айта қойып. Бір тілек, бір пікір айтайық. Маған екінші топтың тапсырмасы ұнады. Олар дауыстарын нық қылып айтты. Және заңдылықтарды білдіңіз ба? Иә. Жолда жүрген кезде. Барлығы дұрыс болды. Қалай бағалайсыздар? Жақсы. Керемет. Өте керемет. Жарайды. Мұқият боламыз, қате жібермейміз, дұрыс белгілесек, біз балды соғұрлым көп аламыз. Ал топты қорғаймыз, бір-бірімізге көмектесеміз. Иә. Жай ойнайын деді. Дұрыс, Нұрислам. Ал, айым кетті. Топ егер қате жіберіп жатса, көмектесуге болады, жылдамдатып. Иә, қате жібермеуге тырысайық. Дұрыс. Қандай, қай? Ақ, жасыл. Жарайсың, Нұрислам, өзін ұстап көріңіз, Нұриманды. Көмектесеміз. Қате жіберіп қоймайыңыз бірақ. О, бір қате жіберіп алып, әлі уақыттарыңыз бар. Болды. 17 балл, өте жақсы. Бір қате жіберіп алдық, бірақ сонда да өзіміз 8 балмен бағалаймыз. Жарайсыздар. Шапшаңдық керек екен, шапшаңдық өте тамаша. Ал үшінші топ келе қойыңыздар. Шапшаңдық көрсетеміз. Топ мүшелер көмектесеміз. Егер жылдам шығып кетіп жатса, сінесіңдер. Топ мүшелер көмектесейік. Ал жақсы, ары қарай. Келесі. Ал жылдамдатайын деді, байқаңдар. Қандай, қай? Әдемі, ауыр, қысқа, жасыл, ары қарай. Қате жіберіп қоймайық тек қана. Жарайсың, шапшаңдық керек. Оқ, бір қате. Кішкене бір қате жіберіп алдық, е? Шапшаң. Әдемі. Жиырмалды өте тамаша. Үшінші жасыл тобы өзі 9 балмен белгілеп қойсын. Өте жақсы шапшаңдық көрсетті. 10 балмен бағаланса да 1 балға көтеріп өте тамаша. Ал жарайсыңдар. Бүгінгі сабақ түсіндік қой, е? Бүгін біз бағдаршамның пайдасын білдік. Және де сын есім сөз табымен таныстық. Өте тамаша. Ал онда
Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады ма? Иә. Ал онда сабақ ұнаса, онда өте жақсы, керемет түсіндім бүгінгі сабақты десек, жасыл бағдаршам басайық, түсін, жасыл көзін. Ал егер шамалы әлі де болса түсіндім келеді, білгім келеді десеңіздер, сары түсін басамыз. Ал мүлдем түсінбедім, әлі де маған сабақ керек, түсініксіз болды десеңіздер, қызыл түсін басайық. Онда әркім өзінің тұсында аттарыңыз жазылған. Жақсы, сіздерге ұнап қой. Түсінен басамыз. Айзере, кім келе ғой? Өзіңнің түсін бастың ғой. Кәнке әр топтан сөйлей қойықшы. Айзере, қандай түс бастық бүгінгі күн? Мен жасыл бастым. Өйткені маған барлық сабақ ұнады және түсіндім. Түсіндіңіз. Өте жақсы. Ал Нұрислам, сіз ше, қандай түс бастыңыз? Мен жасыл түс бастым. Себебі? Себебі мен өткен сабақты түсіндім. Алған ақпараттар көп болды ма? Иә. Жарайды, жақсы. Ал онда 3-ші топтан кім сөйлейді? Нұржігіт, сөйлейсің ба? Бұл сабақты жақсы түсіндім және бағдаршам туралы көп мәлімет білдім. Бұл сабақты мен Ұнады ма? Өте жақсы. Ал онда барлығымыз алдымыздағы бағалау парағымызбен бағамызды, балымызды қойып, бағалап жіберейік. 1-ші топ бүгінгі күнге қанша бал болды сіздер? 10. Өте тамаша. Інжу 9 бал дейді. Арсен? Жақсы. Нұржігіт? 10. Және де? Нұрислам? 9 бал. Нұрима? 9 бал. Өте жақсы. Барлығыңызға бүгін өте жақсы деген баға қойғым деп отыр. Өйткені сабаққа белсенді, өте керемет қатыстық. Сіздерге көп-көп рахмет. Сабақ аяқталды.